Сәлеметсіздер ме балалар? Жаратылыстану 4-ші сынып. Тақырып жылу өткізгіштік деген не? Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бірінші психологиялық ахуал орнату. Ол үшін бір-бірімізге жылулық сыйлаймыз. Яғни бір-бірімізге балалар жылы сөздер арқылы, айту арқылы бір-бірімізге жылулық сыйлап көрейік. Топқа бөлу. Бүгінгі балалар сіздерді топқа бөлуім келіп тұр. Жарық шамы арқылы. Дыбыс, жарық, жылу. Топ ережесі сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Өткен сабақты қайталау, миға шабуыл әдісі қолдана отырып, тәтті бәліс арқылы өткен сабақты тақырыпқа шолу жасау. Яғни бұл жерде тәтті бәліс тілімдерін алып, бір-біріміздің сұрағымызға жауап береміз. Жаңа сабақты тақырыпты ашу, монетар әдісін қолдану арқылы сұрақтарға жауап беру. Сабақтың мақсаты түрлі материалдардың жылу өткізгіштігін зерттейді. Алынған нәтижені оқушы тыңдаған формада ұсыну. Қаңтардың 28-і сабақтың тақырыбы жылу өткізгіштік деген не? Температураны өлшейтін құралды қалай атайды? Бұл термометрлер қайда қолданылады? 36,6-да температура деген нені білдіреді? Осы бөлменің температурасы қанша деген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Ұжымдық жұмыс еркін әңгіме әдісі. Оқылым. Оқушылар мәтінді оқып шығып, дәптермен жұмыс жасайық. Салқын жерде тұрған ыстық сусын қоршаған ортаға жылу бөліп шығарады. Сәлден кейін ол салқындайды, бірақ оның температурасы бөлме температурасымен, яғни температурасымен бірдей болады. Бұл жерде жылу өткізгіштік дәптермен жұмыс жасаймыз. Яғни темір, жылу оқшаулағыш, вакуум. Бұл сөздерді қолданамыз. Ойлан. Суретте не бейнеленген? Екі суреттегі адамда қалың киінген. Неліктен? Топтық жұмыс тапсырма. Жылы аймақта өмір сүретін адамның неліктен қалың киген анықта. Суық аймақта өмір сүретін адамның неліктен қалың киген анықтаймыз. Енді балалар зерттеп көрейік. Қатты денелер жылуды қалай өткізеді? Ресурстар бұнда керекті. Темір, пластик, ағаш, қасық және стакан, ермексаз, секундомер. Зерттеу жұмысымен таныс. Яғни әр қасықтың сабына ермексаз бен қағаз қыстырғыштық бекіту, қасықтарды стаканға салу, стаканға су құю, секундомер қосу, қағаз қыстырғыштардың түсуін бақылау, нәтижесін тексеру. Зерттеу тақырыбы қатты денелер жылуды қалай өткізеді? Зерттеу кезеңдері. Зерттеу сұрағын даярлайсыздар. Зерттеуге қажетті құрал-жабдықтарды жинақтаймыз. Зерттеу жұмысын жасап, және зерттеу нәтижесін қорытындылаймыз. Жылу әрдайым жылы денеден суық денеге беріледі. Бұл құбылысты жылу өткізгіштік деп атайды. Денелердің жылу өткізгіштігі әртүрлі болады. Жылуды өткізуіне байланысты заттарды жылу өткізгіштер және жылу оқшаулағыштар деп екі топқа бөледі. Қатты денелер жылуды жақсы өткізеді, ал газ жылуды нашар өткізеді. Сен білесің бе, жылуды ең нашар өткізетін бұл вакуум. Вакуум дегеніміз ауасыз, бос кеңістік. Жылу, қатты, сұйық, газ тәрізді денелердің өзара әрекеттесу арқылы таралады. Ал вакуумда ондайлар жоқ. Енді балалар ауа райына байланысты сергіту сәтін жасап көрейік. Бұл жерде сергіту сәтінде жел соқты деген кезде қолдарын сермейді, бұлт шатырлады, аяқтарын тарсылдатады, жаңбыр жауды, саусақтарымен партаны ұрғылайды, күн ашылды, екі қолдарын жоғары көрсетеді. Жел басылды, қолдарын партаға қойып, тып-тыныш отырады. Есте сақта, бір денеден екінші денеге жылудың тікелей берілуі жылу өткізгіштік деп аталады.
Жылуды нашар өткізетін денелерді жылу оқшаулағыштар дейді. Металдан жасалған бұйымдар жылуды жақсы өткізеді. Енді балалар, сіздерге мынандай тапсырмалар бергім келіп тұр. Бір қолыңмен партаның ағаш бетін, екінші қолыңмен партаның темір бетін ұстап көр. Қандай өзгеріс байқадыңдар? Яғни бір қолыңмен партаның ағаш бетін, екінші қолыңмен партаның темірін ұста. Не байқадыңдар? Бұл жерде бөлме температурасы бірдей, бірақ бөлменің ішіндегі заттардың температурасы әр түрлі. Неге ағашқа қарағанда темір суығырақ болды? Қызықты деректер, балалар. Матаның жылу өткізгіштігі біз неліктен ыстық ыдысты ұстау үшін матаны қолданамыз. Мата талшықтардан тұратын, ауасы бар, кеуек керекті күрделі құрылым. Матаның жылу өткуіне жол бермеу қабілеті оның керектігінің болуына байланысты. Кеуектер арқылы жылу шығып, ауамен араласып кетеді. Яғни мата жылуды нашар өткізеді. Сондықтан суықтан жақсы қорғайды. Жылу өткізетіндер және жылу оқшаулағыштар. Жылу өткізетін денелер шойыннан жасалған заттар, радиатор, алюминий заттар, электр шамы және шәйнек ыдыстар. Ал жылу оқшаулағыш денелерге тоқыма киімдер, аяқ киімдер, мата, ағаш есіктер жатады екен. Ой қозғау, неліктен осы суық кезде құстар қауырсындарын қопсытып сілкінеді? Екінші сұрақ, кастрюль неліктен тағы басқа заттар ыдыстардың құлағын ағаштан немесе пластмассадан жасады деп ойлайсың? Қандай етік аязда аяқты тоңдырмайды? Тар аяқ киім бе, әлде кең аяқ киім бе?